Жалпы Қазақстандағы проблема мында. Көп адамдар неге кәсіп жасап өміріне риза емес. Өміріне болғанда табысына риза емес. Тапқан таянғаны ішкен жегеніне жетпейді. Басқасын айтпағанда көлік, үй алу, демалу деген сияқтын айтпағанда ішкен жегеніне жетпейді. Өміріне риза емес. 80%, 90% халық. Енді айтамыз, неге сен кәсіп жасамайсың? Неге басқа халықтар, орысы бар, кәрісі бар, түрігі бар, өзбегі бар, ұйғыры бар, бәрі жасап жатыр. Неге сен осы елдің иесі, неге сен жасамайсың десе, ең бірінші айтатын сылтауы, кәсіп бастауға капиталым жоқ, бастапқы ақшам жоқ дейді. Ең бірінші айтатын сылтауы. Бірақ осы жерде көздеріңіз 100% жетті. Кәсіп бастау үшін ең алдымен бірінші орында ақша керек жоқ екен. Көз жетті ме? Қатысайын десем, кәсіп жасайын десем, ақшам жоқ. Даже тренингке қатынасайын десем, соған да ақшам жоқ. Сонда біз ол кісілерге айттық, жарайды, бір 5-10 мың теңге төлеп қатынасыңдар. Осы жерге келген кезде көздеріңіз жетеді. Сонан кейін бір айдың ішінде тіпті осы тренингтің ақысын төлейтіндей ақшаны тауып аласыздар. Сонан кейін ары қарай жалғастырасыздар. Бірақ олар біраз қатынасты да өмірде халяваға өмір сүріп қалған адамдар, халявщик. Олар тойға барған кезде бір видеоларды көрсетіп жатады, байқайсыздар ма? Тойдың аяғында сарқып тарағанда ана бүйтіп целлофанға салатты да салып жатқан адамдарды көрген шығарсыздар да? Пакетті алып қояды да, соны салып, жанын таласып, аштан қалатындай, сол өмірін азық болатындай. Ол өте жаман нәрсе. Адам үнемі халяваға өмір сүрген адам үнемі алақан сөзіп өтеді. Үнемі алақан сөзіп, қай жерде бір тегін нәрсе бар екен деп. Жай кейбіреуін тегін, кейбіреуге осылай деп қатынастырдық, олардың желі шығып қалды. Ал ақшасын төлеп, шынайы халяваға үйренбеген адамдар почти біреуінде желі шыққан жоқ. Бұл нені көрсетеді? Қазақстанда мүмкіншілік бар екенін, просто адам еңбектену керек екенін көрсетсе. Адамның психологиясы өзгермейінше өмірі өзгермейді. Келісесіздер ме? Адамның ойы өзгермейінше өмірі өзгермейді. Олар ойы келді, бір сиқырлы таяқ, келем, ешқандай офер жазу, қазір сайт ашу, қазір видео түсіру, копирайтинг жасау, бір керек адамдармен кездесу, ондай емес, отырамда бір кнопканы басамда ақша табам деген. Но ондай болмайды өмірде. Ондай өмірде болмайды.